Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз күншығыс елі Жапонияға саяхаттаймыз. Жалпы бұл елдің тарихы, экономикасы, ең қызықты деректерге толы мәліметтер туралы айтамыз. Жапония, Шығыс Азия жағалауларына жақын маңдағы Тынық мұхит аралдарында орналасқан мемлекет. Ел 6852 аралдан тұрады. Жер аумағы 372,2 мың шаршы шақырымды құрайды. Астанасы Токио қаласы. Халқының 99,4% жапондар. Азия елдері ішінде орта ғасырлардағы жойғын жорықтардан және одан кейінгі отаршылық тәуелдіктен аман қалған екі елдің бірі Жапония. 19 ғасырдан бастап Жапония өнеркәсібі қауырт өркендей бастады. Күншығыстағы Жапония шағын және орта бизнестің даму қарқыны бойынша әлемде көш басында. Бұл ел шағын кәсіпкерлікті дамыту арқылы әлемдегі ең бай, жоғары технологиялық дамыған мемлекетке айналды. Мемлекет шағын кәсіпорынға, құрал жабдықтарды жаңартуға, технологияны жақсартуға, өнімге деген сұранысты ұлғайтуға қолдау көрсетіп отырады. Қазіргі таңда Жапония шағын және орта кәсіпорындар бойынша жалпы ұлттық өнімнің 73%-на ие болып отыр. Бұл елді нақты экономикалық ғажайыпқа теңеуге болады. Өйткені күріш егетін, қала салатын жері де, табиғи байлығы да жоқ. Сөйте тұра әлем экономикасындағы көш басшы елдер қатарында. Сонымен қатар олар әлемдегі ең бай халық. Қазір Жапонияда орташа өмір сүру ұзақтығы 84,2 жасты құрайды. Бұл экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының деректері бойынша барлық елдер арасындағы ең жоғары көрсеткіш. Салыстырып қарасақ, Қазақстандағы орташа өмір сүру ұзақтығы 10 жылға кем, 72,9 жас. Біз Жапонияны әлемдегі ең бір құпиясы ашылмаған мемлекет ретінде танимыз. Осыған сәйкес күншығыс елі туралы сіз ести қоймаған қызықты деректерді ұсынамыз. Жапония елінде жылқы етін шикілей жеу қарапайым нәрсе. Жапондықтардың жылқының шикі етіне қарағанда қой, шошқа еттерінен ішек таяқшасын жұқтырып алу мүмкіндігі зор. Жылқы етінде протеин мен лейно қышқылы көп, ал құнарлығы керісінше аз болады. Жапония жерінде жылына шамамен 1500 мәрте жер сілкінісі болады. Жапония мемлекеті өте әсем болғанымен аса қауіпті жерде орналасқан. Ұрлық-қарлық, тағы осы секілді қылмыс түрлері жөнінен қауіпсіз ел болып есептеледі. Алайда орналасқан аумағы сейсмологиялық белсенді орта болғандықтан табиғи апаты жиі болады. Жапонияда жылына 1500 жер сілкінісі болады. Әйткенмен бақыттарына орай, олардың басым көпшілігі жай ғана жеңіл тербелістер. Дегенмен үкімет қирап құлаған ғимараттарға жыл сайын миллиардтаған ақша бөліп шығынға ұшырайды. 2011 жылы Тохоку деп аталған жер сілкінісі Жапония тарихындағы ең күштісі болып тіркелді. 1924 жылы Канто ауданында 7,9 балдық жер дүбірінің нәтижесінде 142,800 адам өмірмен қош айтысқан. Жапония сауда автомат машиналар елі. Жапонияда орташа есеппен 5,5 мың сауда автомат машинасы бар. Осы автоматтар арқылы майға қуырылған картоп, кәмпит, сусын секілді жеңіл тамақтар сатып алуға болады. Жапондықтар үшін сорпа мен кеспе тамағын тамсанып жеу мен ұрттап ішу қарапайым үрдіс. Батыс елдерінде тамақты дауыс шығармай ішу жөн деп есептеледі. Ал күншығыста керісінше. Ол дегеніңіз аспазшыға құрмет, яғни жеп отырған астың дәмділігін көрсету болып саналады. Жапония отбасында барлық жанұя мүшелері ваннаға су ауыстырмай түседі. Жапония жұрты ваннаға шомылуды тек тазалықты сақтау деп емес, сонымен қоса тән және рухани дүниені демалдыру деп түсінеді. Жергілікті тұрғындар кешке жақын минералды тұздарды қосып, ыстық ваннаға түсіруді әдетке айналдырған. Жанұяның барлық мүшесі суды ауыстырмай сол қалпы түсе береді. Алдымен әкесі, сосын анасы тағы сол сияқты. Олар ваннаны жуыну үшін емес, релаксация ретінде пайдаланады. Алдымен гигиена тәртібін сақтай отырып, жанындағы легенге жуынып шайынып болғаннан кейін ғана ыстық суға түседі. Сондықтан су өзінің таза күйін сақтайды. Жапондықтардың ұзақ өмір сүру құпиясы мен тамақтану ерекшеліктеріне тоқталсақ. Жапон диетасы негізінен өсімдік тағамдарынан, соя және теңіз өнімдерінен тұрады. Олар батыс елдерінің тұрғындарына қарағанда тұз бен қанты бар сусынды аз тұтынады.
Ұзақ өмір сүрудің құпиясы олар өте сыпайы, сөйлескен кезде басқа адамды ренжітпеуге тырысады. Әлемде мұндай позитивті елді табу қиын. Олар өте адал адамдар. Мысалы, метрода әмияныңызды жоғалтсаңыз, 90%-ға жуық адам әмияныңызды полиция бөлімшесіне әкеліп тапсырады. Токио әлемдегі ең қауіпсіз мегаполис. Қауіпсіздігі соншалық 6 жасар бала қоғамдық көлікте жалғыз жүре алады. Жапондықтар ішімдіктен аулақ жандар. Сонымен бірге отбасындағы аға мен қарындастың мүлде сөйлеспеуі немесе бір-бірінің ұялы телефондарын білмеуі бұл елде қалыпты жағдай саналады. Бір қызығы, олар қонаққа шақыру дегенді білмейді. Бір күні үйге келіп кет деген шақыруды ести қалсаңыз, жай сыпайылық үшін айтылды деп ойлай беріңіз. Сондай-ақ олар өте еңбекқор халық, 15-18 сағат бойы үзіліссіз жұмыс істей береді. Бір үйренерлігі, жұмысқа дәл уақытында келу өте ұят қылық. Олар бару керек жерге жарты сағат ерте жетуге тырысады екен. Жапонияның көшелерінен қолшатыр салынған сауыттарды, вазаларды көре аласыз. Жаңбыр басталғанда оның бірін алып, тоқтағанда жақын жердегі ыдыстың біріне қайта салып кетесіз. Көшелерінде қоқыс жәшіктері жоқ. Олар барлық қоқысты үйлеріне әкетеді де 4 түрге сорттайды. Әйнектер, мыжылатындар, мыжылмайтындар, өңделетіндер. Жапония империя лауазымын сақтап қалған әлемдегі соңғы ел. Бұл елде қашанда ер адамдарға бірінші қызмет көрсетіледі және дүкендерде ең алдымен ер кісімен амандасу керек. Метрода әйел адамдардың қауіпсіздігі үшін арналған жеке вагондар бар. Әрбір екінші жапондық суретті жақсы салып ән айтады. Бала тәрбиесіне келгенде, олар алдымен сурет салумен ән айтуды, одан кейін барып сөйлеу мен жазуды үйретеді екен. Жапонияда оқу жылы сәуір айында басталады. Айтпақшы, жапон тілінде ай аттары жоқ, оның орнына реттік сандарды қолданады. Шындығында, тұтас бір елдің жетістікке жетуінің құпиясы жапондар өз ойларын басқара білуінде. Олар тіпті жоқ деген сөздің өзін айтпайды. Әр жапон балаларын мейлі мектепте, мейлі үйде, мейлі жұмыста болсын, өз ойын басқара алатындай және өзінің жағымсыз ойларының басқалардың өмірін бұзуына жол бермейтіндей табиғи жолмен тәрбиелейді. Жапондарда қалыптасқан тазалық мәдениеті және жеке гигиена, денсаулық туралы түсініктері маңызды рөл атқарады. Зейнет жасындағы адамдар көбіне белсенді, сүйікті ісімен айналысады, немесе қоғамдық жұмыстар істейді. Осылайша олар өмірінің мәнін сақтап, оны ұзартады. Қарап отырсақ, жапондар салт дәстүрін берік ұстанған. Олар бүкіл елден өзінің дамыған технологиялармен дараланып тұрса да, атадан балаға жалғасып келе жатқан салт дәстүрлерінің біреуінде ұмытпаған, мәдениеті де жоғары дамыған. Жапондар өз ана тілдерінде бір-екі ауыз сөз айта алған адамды аса құрметтейді, өйткені олар бұл тілді үйрену еш мүмкін емес деп санайды. Жапон тіліндегі тілдейтін ең ауыр қарғыс сөз ақымақ және жарымас деген сияқты сөздер. Жапондықтар үнемі тамақ туралы әңгіме айтқанды жөн көреді. Әсіресе тамақтануға отырған кезде өздеріне астың қалай ұнағанын үнемі ортаға салады. Кешкі асты ішіп отырып бірнеше рет өте дәмді деп айтпау өте мәдениетсіздік болар еді. Әрбір азық-түлік дүкендерінде газет-журналдармен қатар міндетті түрде хентайлар сөресі болады. Тіпті үлкен кітап дүкендерінде бейәдеп суреттерге порнографиялар тұтастай қатарлар берілген. Жапонияда келісім жасы 13 жас. Бұл осы айтылған жасқа жеткендегі ерікті жыныстық қатынас зорлауға жатпайтынын білдіреді. Жапонияда Сант-Валентин күні қыздар ұнатқанын білдіріп, ер жігіттерге сыйлық тарту етеді. Ол дәстүрдің неге қатысты шыққаны маңызсыз. Бірақ бүгінде ол маңызды әлеуметтік функцияны атқарады. Жапонның ер азаматы батылдығы жетіп сезімін білдіріп, келісімін сұраған күтпей-ақ қыздардың иә деп айтуына мүмкіндік береді. Жапондықтар ақылға сыймастай еңбекқор, тынын таппайтын жандар. Олар жайдан жай түскі асын ішпей-ақ күніне 15-18 сағат жұмыс істей беруі мүмкін. Ал сіз мұражайда, метрода, аялдамада, тіпті жұмыс арасында да көз шырымын алып отырған жапондықтарды көрсеңіз, еш таңырқаудың реті жоқ. Жапонияның солтүстік қалаларында тротуарлардың барлығы жылытқышпен жасалынған. Сондықтан да бұл жерлерде ешқашан көктайғақ болмайды.